Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге үй жағдайында өте дәмді әрі жеңіл дайындалатын круассандардың рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен тереңдеу ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз, су құямыз және де қант саламыз. Кішкене тұз саламыз және бір ас қасық ашытқа саламыз, құрғақ ашытқа. Барлығын жақсылап араластырамыз. Аппарат дайын болу үшін бетін жауып, кішкене уақытқа қойып қоямыз. Бетінде осындай шапочкасы пайда болады, одан кейін сұйық май қоямыз. Менде бұл күнбағыс майы. Кейін бір жұмыртқаны саламыз және де бір жұмыртқаның ақ уызын саламыз. Бізге сары уызы круассандардың бетіне жағу үшін қажет. Енді жақсылап араластырамыз. Електен өткізіп, ұнымызды саламыз. Жұмсақ етіп, осындай әдемі қамыр илейміз. Бетін жауып, жылы жерге көтерілуге қоямыз. Дайын болған қамырымызды алып, үстелімізге кішкене ұн себеміз де, қамырымызды бірнеше бөліктерге бөлеміз. Мен 9 бөлікке бөлдім. Осылай домалатып шариктер жасаймыз. Бұл круассандардың жақсы жері, сіздер тоңазытқышқа салып, майы қашан қатады екен деп күтіп отырмайсыздар. Бірден жұмыс жасай беруге болады. Ал енді қамырымызды жаямыз. Үстелге жабысып қалмас үшін кішкене ұн себеміз. 2-3 мм болғанша жаю керек. Осылайша барлық қамырларымызды жайып шығамыз. Енді бір қамырымызды алып, бөлме температурасындағы жұмсақ сары майды жұқа етіп жағып шығамыз. Қатты көп қажет емес. Осылай келесі қамырды үстіне жағып, үстінен тағы май жағып, солай барлық қамыр біткенше қайталаймыз. Соңғы қамырға май жағудың қажеті жоқ. Енді осылай бірнеше бөліктерге бөлеміз. Ал енді әр бөлігінің осындай сон жағында кішкене ғана осылай кесіп шығуымыз керек. Өздеріңіздің қалауларыңызша осылай начинка салсаңыздар болады. Ортасына джем, варенка болсын сала берсеңіздер болады. Ал егер сіздер начинка салмай, тек өзін жасайтын болсаңыздар, онда аппарат дайын болғаннан кейін кішкене қанттың көлемін ұлғайту керек. Видеода көрсетілгендей круассандардың формасын береміз. Дайын болған круассандарды противенге орналастырамыз, пергамент қағазын төсейміз, немесе сары май жағуға да болады. Ал енді жаңағы сары уызымызға бір ас қасық су қосамыз, жақсылап араластырып, біздің круассандарымыздың бетіне әдемілеп жағып шығамыз. Араларын қалдырмай әдемілеп жағып шықсаңыздар, сіздердің круассандарыңыз әдемі болып қызарып шығады. 180 градуста қызып тұрған пешімізде дайын болғанша 30-35 минут шамасында пісіреміз. Мінекей біздің өте дәмді әрі үй жағдайында жасалған круассандарымыз дайын. Егер де бұл видео рецепт сіздерге ұнаса, арнаға жазып, өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар.